Сарыағаш ауданы білімді, өнерлі, дарынды жастардан кенде емес. Алда аудан, облыс, республика тіпті халықаралық деңгейде аудан абыройын асқақтатып жүрген аймақ жастарының жетістігі жалпы елдің жемісі десек артық айтқандық емес. Және де Сарыағаш ауданының көзайымына айналған жастардың саны мен олардың жетістігін сараптар болсақ, ақпарат бір кітапқа арқау болары анық. Сонымен биылғы жылы жеңісі мен жерлестерінің есінде қалған жастардың бірері туралы атап айта кетсек. Бүгінгі таңда халықаралық деңгейдегі белестерді бағындырып жүрген жас өрендердің бірі Момынхан Құдіретілі Асатілләұлы 1995 жылы Жылға ауылында дүниеге келген. Ол 2012-2017 жылдар аралығында Қазақстанда орналасқан көптеген жоғарғы оқу орындарында түрлі тақырыптарда өткен пікірсайыстарда ерекше көзге түсіп, жүлделі орындардан көрініп келеді. Астана, Алматы, Тараз, Петропавл, Орал, Екібастұз, Өскемен, Семей, Атырау қалаларында өткен көптеген сайыстарда бақ сынап, орамды ой тастап, пайымды пікір білдіру қабілетін шыңдаған Құдіретілі ағымдағы жылы Түркияда өткен жаңалықтар телеарна және радио продакшн атты семинарға Балапан телеарнасының атынан қатысып қайтты. Осыдан бірер күндер алдын хабар арнасындағы топ жарған бағдарламасын үзбей көріп, ондағы үміткерлердің тағдырына алаңдағанымыз, сол үшін айтулы бағдарламаның бір санын жібермей тамашалағанымыз естеріңізде болар. Ал дәл сол бағдарламада топты жарып жеңіске жеткен Ақмарал Мамай Саялы Сарыағаш ауданының тумасы. 1998 жылы өмірге келген ол қаламыздағы Ломоносов мектебін бітірген. Мектеп қабырғасында жүріп 9 сыныпта ЮНЕСКО ұжымы ұйымдастырған балалар ырғағы атты жарысқа қатысып, Алматы қаласындағы Чайковский колледжіндегі оқу гранттарының бірін жеңіп алған. Қазіргі таңда айтулы оқу орнында хор дирижері мамандығы бойынша 4-ші курс студенті Ақмарал Асанқызы елімізде өткен бірнеше және де халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Аудан абыройын байрақты бәсекелерде биік көтеріп жүрген жас өрендердің тағы бірі әйелдер арасындағы бокстан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Нұршаева Мадина Юсупбекқызы. 1995 жылы 8 наурызда дүниеге келген ол 2012 жылы Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназияны бітіргеннен соң Шымкент қаласында жоғары оқу орнына түскен. Жасайынан спортқа қызыққан ол 2015 жылғы жазғы спартакиадада бірінші орын иеленіп, 2016-2017 жылдары Қазақстан Республикасының чемпионатында жүлделі бірінші орын алды. 2016 жылы күштілер турнирінде және де даңқты батыр қыздарымыз Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәметова, Хиуаз Доспанованы еске алуға арналған халықаралық турнирлерде бірінші орынға көтерілген Мадина 2017 жылы Польша мемлекетінде өткен халықаралық класс А турнирінде бірінші орын, сондай-ақ Хошимин қаласында болып өткен Азия біріншілігінде алтыннан алқа тақты.